Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті бауырлар. Міне 8 наурызда шыққан балапандар. Мына жерде күркетауықтың бір балапаны бар. Мына жерде бір балапаны бар. Жалпы 2 күркетауықтың балапаны. Міне мына балапандар 8 наурызда шыққан балапандар. Өсіп қалды, Аллаға шүкір. Сол 59 балапан, әлі де сол 59 балапан аман есен. Қазір жаңа мына жер былайынан кішкене қаттырақ жанып тұрады, ысы бастады. Бір ғана лампочкамен тұр. Сәл бәсеңдеп басып қойдық. Және астында міне 18 наурызда шыққан балапандар. Бұл жерде 2 лампочка жағып қойдық. Бірісі 60 ваттық, бірісі 90 ваттық. 90 ба, 95 ба сондай. Бұларды міне 65 жұмыртқа салған болатынбыз. 65 жұмыртқадан 44-і шықты. 10 жұмыртқа даму процесінде тоқтап қалған, біраз дамып келіп. Қалған 9 жұмыртқада тұқым болмады. Енді бұл балапандарды қазір міне алдындағы балапандармен салыстыра кетейік. Айырмашылығы міне. Айырмашылықтары 10 күн. Күндік айырмашылық міне осындай болып тұр. Жеп атқан жемдер биокорм. Өткенде айтқанмын, стартовый. Енді құдай қаласа мыналарға рост деген түрінен беретін болам, үлкендерге. Ал жаңадан шыққан балапандар осы стартты жейтін болады әлі. Балапандар бірінші күн шыққан кезде қант жай қайнатылған суған суға қант қосып береміз глюкоза ретінде. Екінші күнде мына дәріні берсек болады. Антибиотик бұл. Ципромат О дейді. Бұл антибиотик. Қалған күндері міне чиктоникті бір апта беріп, демалдырып, 10 шақты күн қайтадан беріп, солай беріп отырса болады. Бұл витамин. Суға қосып беретін. Міне бізде осындай балапандар шығып жатыр. Видео ұнаған болса комментарий қалдырып, лайк басып, каналға тіркеле кетіңіздер.